Ресей императорлық үйіне арналған Фаберже жұмыртқалары туралы естіген шығарсыздар. Қазіргі кезде бұл зергерлік бұйымдардың бағасы 30 миллион долларға дейін жетеді. Және де сол Фаберже жұмыртқаларының шеберханасында 50 пасхалық жұмыртқаның 28-ін жасаған зергер Перхин Евлампий. Және де сол кісінің немересі Теміртау қаласында тұрғанын бәрі біле бермейді. Бүгінгі әңгімеміз Теміртау қаласындағы буревестник, халық театрының негізін қалаушысы және режиссер Перхин Олег Михайлович туралы. Ұлы Отан соғысында атақты зергердің немересі жараланып, тұтқынға алынады. Босатылғаннан кейін қуғын-сүргінге ұшырайды. Перхин түрмеде отыру уақытын НКВД лагерлерінде өткізеді. Содан кейін Қарағандыда тұрып, орыс драма театрында жұмыс істейді. 1959 жылы Олег Перхиннің әйелі Маргаритамен бірге Теміртау қаласына құрылысшылардың жаңа мәдениет үйіне жұмысқа шақырылады. Мұнда Олег Михайлович қаладағы алғашқы қазақ хорымен бірге буревестник драма театрын ұйымдастырады. Театр репертуарында Маяковский, Островский, Васильев және де басқа классиктердің шығармалары бойынша спектакльдер болды. 1967 жылы театр халық атағын алды. Бұл кездейсоқ жағдай емес, өйткені труппада Казметаллургстрой трестінің қарапайым құрылысшылары, қаламыздың студенттері мен мұғалімдері болды. Өкінішке орай, 68 жылы буревестник театрының ұйымдастырушысы Олег Михайлович Перхин дүниеден өтеді. Алайда театр ұзақ жылдар бойы жұмысын тоқтатпады. Теміртау музейінің қорында буревестник халық театры режиссерінің фотосуреттері, сондай-ақ белгісіз суретші салған Олег Перхиннің портреті сақталған.